Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым. Бұл мен Ермұхамед Мәулен және бұл біздің сүйікті Аладоп YouTube арнамыз. Қазақстандық біршама футбол жанкүйерлері лайктарын басып, мынау оқырмандардың саны да 40 мыңнан асып жығылып жатқан жайы бар. Сондықтан да әр апта сайын өзекті мәселелерді айтуды одан ары қарай жалғастырамыз. Соңғы кездер біздің видеоларымыз көп шықпай жатқанда шығар, өйткені оның да себебі бар. Жаңа жыл болды, неше түрлі мерекелер болды. Қазақ футболы қазір қалың ұйқыда, қардың астында десек те болады. Кейбір оңтүстіктегі командаларымыз жаттығу жұмыстарын енді бастап жатса да, кейбір командаларымыз әлі қалың ұйқыда, расын айтуымыз керек. Сондықтан да сол біздің КПЛ клубтарында болып жатқан жаңалықтарға тоқтап өтеміз, және оларда қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай футболшы қай жаққа ауысып жатыр, инсайттар мәселесіне де тоқталамыз. Және қазақ футболында қазір өтте бір ауыз толтырып айтатындай жаңалықтар да бар. Күні кеше ғана өздеріңіз білесіздер, Қазақстан ұлттық құрама командасының ойыншысы Ислам Чесноков Шотландияның Хартс командасының сапын толықтырды және Инстаграмға фотоға түсті. Оның астына 5 мыңнан астам лайк басып, комментарийді жазып толтырып тастадық. Шотландиядағылар шок болып жатқан шығар. Мынау қазақтар кәдімгі әлеуметтік желінің террористер екен деп жатқанда шығар. Дәл осындай жағдай қолдауымыз керек. Біз қазақстандық футболшы бірінші қазақстандық футболшы Шотландия чемпионатында доп теп келіп тұр. Өте керемет нәрсе. Осылай дами берсе, Ислам Чесноковтың ойыны жүріп кететін болса, Хартс командасынан ағылшын премьер-лигасының кез келген командасына ауысып кетуі әбден ықтимал. Оның трансфері неге ұзақ созылды, неге ол жаңа жылдан кейін бірақ айтылды деген сұраққа менде бір кішігірім инсайттау жаңалық бар. Ислам Чесноковтың жұбайының паспорты, Ұлыбританияға алатын визасы сәл кешігіп берілген екен. Соған байланысты кішкене бір аптаға трансфер кеш созылған. Яғни Ислам жұбаймен бірге ұшып бара алмай отырған, сол паспортты күткен дегендей. Енді мінекей Хартс командасының енді Инстаграмына біз тіркелеміз, білесіздер. MyScore флеш-скордың ішіне Хартс командасының жанына жұлдызшаны басып қоямыз, сөйтіп оның әрбір нәтижесін тамашалаймыз. Ислам Чесноков алаңға шықты, Ислам Чесноков ассист берді, Ислам Чесноков гол деген секілді пабликтердегі жаңалықтарды күтетін боламыз, және соны бірге оқимыз ғой деген ойымыз бар, қадірменді ағайын. Сол күнге ләйім жеткізе берсін. Және осы Ислам Чесноковтың трансферінен бір апта бұрын мен өзім бірінші болып инсайт таратқан, бүкіл Қазақстан мен Ресей баспасөз беттері комментатор Мәулен телеграм арнасынан алған осы жаңалыққа сілтеме берді. Біздің телеграм арнамыздың сілтемесі чемпионат.com, Sports.ru, Қазақстанның бүкіл Вести Спортс деген сайттары барлығы да түгел жазып шықты, білесіздер. Өйткені ең алғашқы Ғалымжан Кенжебек жайлы инсайтты мен айтқан едім. Бұл сенімді дерек көздерден, яғни сол команданың бас бапкері Станислав Черчесов бар, оның айналасындағы агенттер бар, скауттар бар, солармен әңгімелесе отыра алған ақпаратым еді. Және Елімай футбол командасында ойнаған осы Ғалымжан Кенжебектің Ахмат командасына ауысатындығы негізі түсінікті болып та қалған еді. Енді алдағы уақытта Ғалымжанның да сол команда сапындағы жаттығуларын, видео фотоларын ресми хабарлағанын естіп қалсақ тіпті тамаша болар еді. Гол соққанын да күтеміз. Әлбетте қазақстандық ойыншылар шетелдік чемпионатқа барып ойнауы бізді әрқашан қуантатын жағдай. Ал енді Қазақстан чемпионатының клубтарына біртіндеп кезек тоқталатын болсақ, Алматының Қайрат командасы қазір жылы жерде Біріккен Араб Әмірліктерінде жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр. Команда сапында өнер көрсеткен Георгий Зариямен қош айтысты команда. Рахмет саған Георгий деп, және Элдер Сантана да бұл командада енді ойнамайтын болды. Элдер Сантананың қайда ауысатындығы әзірге белгісіз, ал Георгий Зария бойынша менде бір кішігірім инсайт бар. Енді бір дабырағып айтатындай 100%-ық инсайт емес, бірақ оның келесі командасы Ақтөбе командасы болуы әбден ықтимал. Ақтөбе командасы Қайрат командасымен қатты бір қарсылық танытып, бір-бірін қарсылас, мінезді қарсылас сезінуші еді соңғы кездері. Бұл жағдай өзгеретін секілді. Енді осы екі клубтың ынтымақтастығы көбейіп қалуы әбден ықтимал. Заман өзгереді, адамдар өзгереді дегендей. Сондықтан ол да таңғалатын нәрсе емес. Екеуі дос,
сондай бір ынтымағы жарасқан командаға айналып кетуі әбден ықтимал. Астана командасына байланысты айтатын болсақ, бұл команда сапында ойнаған бір футболшы жеңіс командасына ауысты. Бұл Марат Быстров және жеңіс командасында ойнаған Дінмұхамед Қараман Астана сапына ауысу керек. Бұл жайлы мен тіпті сонау чемпионат біткен кезде қараша айында инсайт таратқам. Әзірге нақтыланбай жатыр. Өйткені Астана командасының бюджеті алдағы уақытта қалай болады, ол әзірге белгісіз болып тұр. Негізі Саян Хамиджанов бұл мәселені шешуі тиіс және клубта қалама қалмайма деген мәселе туындады. Кейбір ақпараттар осы Саян Хамиджанов басқа жаққа қызметке ауысады, кетеді дегенде әңгімелер таратты, бірақ олай емес. Бұл кісіге қолдау көрсетіп отырған министрлік бар. Ол кісі Ербол Мырзабосынов министрдің кеңесшісі екенін білесіздер. Сондықтан да клуб негізі өзінің бюджетін алып келесі жылға дайындықты бастайтын шығар деген ойдамыз. Макс Эбонок деген футболшы ЦСКА София командасына ауысты біліп отырсыздар, және Джеффри Чинеду қазір Магомед Мұсаұлы баптайтын, Адиев баяғы ұлттық құраманың бапкері баптайтын Крылья Советов командасына ауысып кеткен екен. Енді сонымен қатар Нұрали Жақсылық деген футболшы болған, бұл футболшы жалға берілген Жальгирис командасында ойнайды дейді. Оны да жақын арада көреміз. Тағы бір жаңалық, Қостанайдың Тобыл командасы төс белгісін ауыстырып, жалпы клубтың эмблемасы дейміз ғой, соны ауыстырды. Команданың аты да өзгерді. Негізі юридический жағынан алып қарайтын болсақ, команданың аты Тобыл болып келген екен, сол Тобыл болып енді өзгерді. Бұрын Тобол деп кәдімгі орыс тілінде жазушы еді. Өзеннің аты да, команданың да аты негізі ымен жазылған Тобыл еді. Қазақтың командасына енді беті бер қарап қазаққа айнала бастады деген сөз. Ислам Чесноковтың трансферінен қомақты қаржы тауып, облыс әкімдігінен жақсы қолдау алып, енді Тобыл командасы да осы ертеңнен бастап жұмысқа кіріседі. Яғни футболшылар алу, трансфер жасау секілді. Және бір керемет трансферді Тобыл командасы жасап та қойды. Ол Амин Талал деген футболшы. Өте жақсы деңгейлі футболшы. Негізі осы Тобыл футбол клубының селекциялық жұмысы, скауттары, футболшылар тауып алатын бір ізденпаздығы бізді таңғалдырады. Осындай жақсы футболшыларды, жақсы легионерлер Тобыл керемет тауып алады. Және бір өкініштісі бізге жеткен инсайт бойынша осы Тобыл клубының негізгі мықты футболшысы Ахмед Эль-Месауди өзге командаға ауысады екен, шетелге. Мінеке осындай жағдай. Ең бастысы Тобыл командасының төс белгісін ауыстырып, осылай қазақиланып жатқанына дән ризамыз. Дуғол шапалақ жасап қойға да болады. Және қадірменді ағайын комментарийге жазып, бұл өте дұрыс бастама екендігінде айта кетіңіздер. Елімай командасына байланысты айтатын болсақ, олар да оқу жаттығу жұмыстарын бастады. Мен кішігірім видео фотоларынан көргенімдей, Андрей Карпович, жаңадан келген Айбар Жақсылықов, Әрсен Әшірбек секілді футболшыларды коллективке, ұжымға таныстырып, дуғол шапалақ болып, жаттығу жұмыстарын бастап кетіпті. Елімай командасына байланысты көп инсайт жоқ, алдағы уақытта өзгерістер болып жатса айтамыз әлбетте. Ақтөбе командасында қызметкерлер, басшылық құрам ауысып жатқан білесіздер. Арман Оспанов клубтың атқарушы директоры болады, Нұрлан Артықбаев жалпы иегері болады дегенде айттық. Және бұл кісіге байланысты қазір ақпараттар көп таралуда, ол Қайраттың жанкері болған, фанаты болған дейді. Бірақ енді ол кәсіпқой адам ретінде болатын болса, енді Қайратқа бүйрегі бұрмайтын шығар. Ақтөбедегі жұмысы ол бөлек қой. Ақтөбедегі жұмысын істей беретін шығар деген секілді. Енді содан кейін жаңағы ақпараттарды растауға тура келіп отыр. Бұл Георгий Заря, тіпті Валерий Громыко секілді футболшылар Қайрат сапынан кетіп Ақтөбеге ауысу мүмкін. Мысалға Заруцкий деген қақпашы ендігі ауысып та үлгерді білесіздер. Ол енді руководство жаңағы клубтың басшылығы ауыспай жатып ауысып кеткен жағдай ғой, Заруцкийдігі түсінікті. Ақтөбеде әлі алдағы уақытта жаңалықтар өте көп болады, бірақ бір ғана басты сұрақ тұр бұл командада ауыспай тұрған. Бұл Никола Костов. Команданың бас бапкері болып қала ма, жоқ әлде оның орнына украиналық мамандар келе ме? Өйткені украиналық футболшыларды қазір алып жатыр. Тіпті Ярмоленко келеді дейді. Ордец деген футболшыдан кейін. Бохум сапында Германияда ойнаған футболшы дейді. Жарақатына байланысты ойнамаған енді көп жағдай. Жеңіс командасына тоқталайық. Жеңіс командасында да жаңа айтып отырмыз, Марат Быстровты алды, басқа аса қатты бір ірі трансферлер көріп тұрған жоқ. Біз команданың бас бапкері Али Алиев, ол кісі кімді алады, кімді қояды, енді осы қаңтар айында басталады.
қозғалыстар. Ордабасы командасына байланысты да ақпарат көп емес. Легионер 2 ойыншыны алған, 1-2 қазақстандық ойыншысы кетіп жатыр. Командаға қазір орталық қорғаушы, шабуылшы секілді позициядағы футболшыларды алмақшы, және бұл команда Шымкентте оқу жаттығу жиындарын бастайды. Түркия, Абу-Даби, Дубайға баруға асығып отқан жоқ. Өйткені тура қазір Шымкентте плюс 14 градус, жаңбырда жоқ, желде жоқ. Кейбір Түркия мен Абу-Дабидің ыңғайсыз табиғатына қарағанда Шымкентте де қолайлы ауа райы бар, және оқу жаттығу жиындарын өткізетін база да бар. Оны неге пайдаланбасқа? Өте дұрыс шешім. 8-ші команда бұл Оқжетпес. Оқжетпес командасында бапкер жоқ. Бапкері болған Қайрат Нұрдәулетов Жетісуға ауысып кетті, білесіздер. Сол бапкер келгеннен кейін көп нәрсе шешіледі. Және менің білуімше, қазір Оқжетпес командасы биылға бір демеуші тапқан секілді іздестіріп жатыр. Шамамен бір келісіп қалады деп отырмыз беттинг компаниясымен, ал басқасын білмейміз. Бапкер тағайындалсын, содан кейін футболшылар келеді, кетеді дегендей. Енді Оқжетпесте ойнаған біраз футболшы өзге командаға ауысып кетті, білесіздер. Мысалға, Дамир Марат келесі жылы Ақтөбеде ойнауы мүмкін. Ол енді Оқжетпес емес, жоғарғы 4-тікте, 5-тікте жүретін командада ойнайтындығы түсінікті. Өткен жыл ол өз-өзін көрсетті Дамир Марат. Сонымен қатар Арсен Әшірбек, мінекей Оқжетпесте ойнаған Елімайға ауысып кетті. Басқа да футболшылары, Нияз Ыдырысов, ол команда капитаны, тіпті Қайсарға ауысып кетті. Өйткені Қайсарда кім? Өткен жылы Оқжетпесте бас бапкер болған Феррапонтов. Мінекей, жел қайдан тұрып тұрған өздеріңізді түсіне бересіздер. Қызылжар командасына байланысты айтатын болсақ, 9 футболшы кетіп қалды, оның орнына 9 футболшы жуырда алынады. Бірақ осы команданың директоры болып тағайындалған Алишер Абсалямов 21 жастағы Қазақстан құрама командасында ойнаған футболшыларды алып жатыр. Шамасы андер 21-ді Қызылжарға жинайын деп жатқан сияқты, осылай жастарға сенім артпақшы. Кім білет, көре жатармыз. Бұл команданың футболшылары қазір трансферді қызу болып тұрған. Бұл Арсен Буранчиев қайда барады, және Ольшин деген ортада ойнаған 2 футболшы. Сонымен қатар шотландец деп аталып кеткен Васильев деген қорғаушысы бар, бас киіммен ойнайтын. Ол да қайда баратындығы әзірге белгісіз. Бірнеше клубтардан ұсыныстар бар, және қақпашы Мирослав Лобанцевті қазір бос десек те болады. Ұлытау командасына байланысты, мынау Жетісу командасына байланысты менде ақпарат жоқтың қасы. Енді Жетісуға байланысты Қайрат Нұрдәулетов барды бұл командаға, енді ол өзінің командасын жинау керек қайтадан. Бұл Талдықорған құт мекен болып тұр. Қайрат Нұрдәулетов үшін осы команда арқылы көтеріліп, танымал болып, қайтадан бір сенсация жасап кетуі әбден ықтимал. Қайрат Нұрдәулетовке біз сәттілік тілейміз әлбетте. Қайсар командасында жаңалық көп. Шетелден Джонсон деген бір футболшы келді, және Испанияда ойнап келген қазақстандық бір футболшыны алды. Қазір бақылауда жүр дегендей. Одан бөлекте Ерсұлтан Қалдыбеков келісім шартты ұзартты. Тараздан 2 футболшы келді, Димаш Серікұлы секілді. Феррапонтов жалпы жастарды, мықты ойнайтын ойыншыларды теріп алатын әдеті бар, білесіздер. Сондықтан әжептәуір жақсы команда шығып қалуы мүмкін. Қайсарға біз сенім артамыз. Бюджеті барлығы жақсы болатын болса, алдағы уақытта кім біледі. Абу-Дабиде оқу жаттығу жиындарын жүргізейін деп жатыр. Сондықтан жалпы команданың әзірге жағдай жаман емес. Маусымға дайындықты, тыңғылықты жүргізіп жатыр. Атырау командасына байланысты ештеңе дей алмаймыз. Қазір команданың бас бапкері Жуковский қайтадан жұмысқа кірістім, өте тамаша деп сұхбат беріпті. Сондай бір дипломатиялық тұрғыда. Енді келесі жылы бюджеті қалай болса да, түбі енді аутсайдерлер тарапында болады ғой деп ойлаймыз. Жағдайы енді мықты емес клубтың. Енді белорусиялық легионерлерді алып, бір әрекет қылып, жақсы бір ұжым, тегеурінді ұжым шығарып, бір алтылыққа дейін таласып қалуы мүмкін. Жуковский де жақсы бапкер негізі. Белорусия құрама командасын баптайтын кандидаттардың бірі ғой. Көре жатармыз. Ал өзге енді бірінші лигадан келіп отырған команда бұл Ертіс. Ертістің енді функциясын мынау қазіргі биылғы чемпионатта қалай ойнайтындығын біз нақты білмейміз. Өткен жылғы составы сол күйі тұр, құрамы, тағы да өзгерістер орын алады біліп отырмыз. Трансферлер жасайды, тіпті ірі трансферлер жасау мүмкін, өйткені облыс басшысы бұл клубты әжептәуір миллиардтармен қаржыландырмақшы. Сондықтан Ертіс келесі жылы аутсайдерлер қатарында болмайтын да секілді. Мінекей жалпы осындай жағдай. Ал Ақтаудың Каспийіне байланысты айтатын болсақ,
Клубта басшылық ауысады делінген еді, ауыспады. Бапкер ғана ауысты. Пірәлі Әлиев команданың бас бапкері болды. Ешқандай тәжірибесі жоқ премьер-лигада жұмыс істеген. Жеңісте бір ио болып 2 матч ойнады. Түркияда жұмыс істеп келген. Қазақстанда енді қалай жұмыс істейді, бұны әзірге мен дәл басып айта алмаймын. Енді Каспий командасының ойыншылар құрамы, алып жатқан футболшылар туралы әзірге ақпарат жоқтың қасы, расын айтқанда. Сондықтан келесі біздің Аладоп YouTube арнасындағы шығып жатқан осындай видеоларда толықтырып, нақтылап, осындай инсайттарды сіздерге айтып отыратын болам. Сонымен қатар мен өткен жолы өзімнің жаңадан ашылған Мұхаммед Мәулен деген Instagram парақшамда арнайы пост жаздым. Қазақстан чемпионатын бөлу туралы идея маған келіп, түнгі сағат 4-те толғана отырып, ойлана отырып, осындай картиналар жасап шықтым. Яғни Қазақстан премьер-лигасында 10 команда өнер көрсетуі тиіс. Ол біріншіден қаржысы бар, инвесторы бар, ірі демеушісі бар, және стадионы әдемі, облыс басшылығының көңілі түзу, футболы дамығандау осы өңірлер деп мен таңдап алдым. Ол алдағы 2 жылда 12-ге, 13-ге, 14-ге біртіндеп көбею тиіс. Мен азайтуды категорически үзілді кесілді осылай қалдырайық деп отқан жоқпын. Бірақ тура қазіргі қазақстандық футболдың реалиінде осылай азайтуымыз керек. Сонда сапалы матчтар көбейеді. Өздеріңіз ойлаңыздар, мінекей 10 команданың ішіне кіретін Ақтөбе, Қайрат, Астана, Тобыл деген ойындардың саны жиі болады. Мысалға, өткен жылы көрдіңіздер, Ұлытау, Атырау, Тұран, Қызылжар деген ойындар Қазақстан КПЛ деп айтып көрсететіндей ойын ба? Онда емес қой, мойындайықшы. 2000, 1700 адам баратын матчтар кімге керек? Бірінші лиганың деңгейі емес пе ол? Стадионы әдемі, лық толған, Қайрат келіп жатыр, Астананың ойынын көруге келіп жататын командалар болады. Тартысты кездесулер, әдемі голдар салынады. Мінекей осындай чемпионат керек. Сонда оның картинасы да, телекөрсетілімі де әдемі болған кезде демеушілер тартылады. Қаржы табуға болады, маркетинг күшейеді. Осы жағын біз бірінші кезекке қоюымыз керек. Болотада, Сазбалшықта, жаңбыр, искусственный газонда біреудің есігінің алдында ойнап жатқандай матчтарды КПЛ деп айтуға ауыз бармайды кейде. Сондықтан кейбір состояниясы, жағдайы нашарлап кеткен полиоларды біз шеттетуіміз керек. Аластатуымыз керек. Енді қараңыз, тура осындай жағдайға мысалға Атырау футбол клубы ұшырап отыр. Стадионын жөндеген жоқ, әлі де жөндейтін ойы жоқ. Жаңа стадион да салынайын деп жатқан жоқ. Ақтауда да тура сол әңгіме. Басқа өңірлерде де тура сол әңгіме. Енді олар қалай премьер-лигада өнер көрсетеді? Атырау енді Шымкентте ойнайтын болды, біреу Қызылордада ойнайды, біреу Түркістанда ойнайды. Бұл не масқара? Бұл жерге қанша есікті ашық қып қойсаң да жанкүйер жиналмайды ғой, өйткені ол сол қаланың командасы емес. 30 жанкүйер келер Атыраудан, Ақтаудан. Енді қалғандар қалай көреді? Тек қана теледидардан көреді. Ол да дұрыс емес. Трибунада адамдар толып отыру керек. Әркім өзінің қаласында, стадионда ойнау керек. Осы мәселе шешілмей, КПЛ-дің сәні кірмейді. Мақұл, бұл реттелетін жағдай. Ал екінші біз төменгі дивизион бар ғой, премьер-лигаден кейін. Ол бірінші лига деп аталады. Бірінші лиганы күшейту үшін осындай бізде артық 4 команда бар. Сол командаларды сол жаққа жіберейік. Мықты ұжымдар жиналсын. 14 команда болсын. Легионері 3 легионерден артық командаға футболшы алмасын. 2007 және 2008 жылы дүниеге келген бір футболшы міндетті түрде алаңда ойнасын деген талап қояйық. Соның арқасында мінекей Андер 19 және Андер 21 біздің жастар құрама командалары элиталық айналымдарға шығып жатыр. Нәтижесін беріп жатыр. 17 жастағы балаларымыздың өзі қалай керемет ойнады білесіздер. Осы мәселеде есептеуіміз керек, және бұл бірінші лиганың да тартысын артып, адамдар кейбір өңірлер бірінші лиганы да көре бастайды. Кейбір біздің стадиондар дәл сол бірінші лигаға арналған негізі. Бірінші лигадан артық матчтарды, жоғарғы деңгейдегі матчтарды қабылдау өте қиын. Арасында Қазақстан кубогында бір-бірімен түсіп қалып жататын оқиғалар болады ғой, премьер лигада. Тура сондай жағдай. Енді қараңыз, ең басты біздің айтып отырған мәселеміз қазақ футболының тура қазіргі дамуына зор септігін тигізетін бұл Қазақстанның екінші лигасы. Командалардың саны өте аз, түсінікті. Бірақ Тобыл М, Астана, Қайрат секілді ірі командалардың жастар командасы бар. Яғни ол дубль, былайша айтқанда. 21 жасқа дейінгі командалар ғой енді. Сол дубльдің ішінде
бір легионер ойнауға болатындай рұқсат етіп, енді анау негізгі командада жарақат алған бабына келу үшін, форма жинау үшін барып қалатын футболшылар бар ғой, солар барсын, ешқандай жас шектеу болмасын, өздері ойнасын. Және сол арқылы екінші лиганы үлкен, әлемдегі 9-шы орны бар Қазақстан деген мемлекетті 4 тарапқа бөлмесек, логистикаға өте үлкен ауыр салмақ түсіп отыр. Біз 2-ге бөлгеніміздің өзінде де ірі проблемалар бар. Кейбір клубтар кейбір матчтарға барып жатқан жоқ. Тіпті Қазақстан 1-ші лигасында болып жатыр осындай оқиға. Екібастұзға қарсы матчқа бармай қойған командаларды білеміз. Техникалық поражение 3-0, 5-0 ала салады болды. Ал сол командалар не үшін бармады? Өйткені бару өте қиын. Пойызға билет алу керек, автобуспен бару өте қиын, ауыр жол азабын тарту не керегі бар? Осыны біз есептеуіміз керек те, Қазақстанды 4 бөлікке бөліміз керек. Екінші лига оңтүстігінде мінекей көріп отырсыздар, командалардың саны 7 артылады, тіпті одан да көбейіп кетуі мүмкін. Конференцияның екіншісі бұл Шығыс конференциясы. Осы Шығыс конференциясында Елімай, Алтай, Ертіс секілді командалардың қатарына егер бөлетін болсақ, онда Зайсаннан бір команда шығуы мүмкін. Ақсуатта қандай керемет стадион бар, Дулат Тастекеев соғып берген. Осындай аудан орталықтарынан да командалар шыға бастайтын шығар. Меценаттар пайда болатын шығар. Компаниялар, ірі кәсіпорындар сол жерден команда шығаратын шығар. Егер конференцияға бөлетін болсақ. Өйткені 3 қана облыстың ішінде жүресіз, автобуспен ақ баруға болады. Логистикаға өте аз шығын және бір стадион болса, жалақы мәселесін реттеуге болады. Команда саны көбейеді. Сол командалардың ішінде 16-17 жастағы балалар ойнай бастайды. Ауданда жүрген, ауылда жүрген командалар балаларды іздей бастайды, тәрбиелей бастайды. Қазақ футболына зор серпін тигізу мүмкін. Солтүстік конференция бар, батыс конференциясы бар. Осы конференциялардың барлығын біз реттестіруіміз керек. Тура осы мәселемді Қазақстан осы футбол лигасын ұйымдастыратын дирекция бар ғой, білесіздер. Соның басшысы Бақытжан Пазылқайыр да қолдап отыр. Кейбір жерлерін өзгертеміз дейді. Тіпті инсайт ретінде айта отырайын. 3-ші лиганы құру, яғни жартылай әуесқой, жартылай кәсіпқой футбол командаларын құрап, 3-ші лига ашуда мәселесін ойластырып жатқан жайы бар. Мінекей жалпы осындай жағдай, жаңалықтар, ақпараттар болып жатыр. 2026 жыл басталды. Биыл Қазақстан ұлттық құрама командасында аса қатты бір ауыз толтырып айтатындай ойындар жоқ. Ұлттар лигасы, жеребесі, келесі жылға Евроның іріктеуі секілді жағдайлардан басқа ештеңе жоқ. Чемпионат бар, қызықты осыған саламыз. Қазақстан кубогы болады. Қазақстандық футболшылардың шетелге ауысуын одан ары қарай да тамашалай беретін шығармыз деген ойымыз бар. Мінекей, қадірменді ағайын, 2026 жыл футбол маусымы сіздердің командаларыңыз үшін, сүйікті жанкүйерлік етіп жүрген ұжымдарыңыз үшін сәтті жыл болсын. Барлықтарыңызға жеңіс тілейміз. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Аладоп YouTube арнасына лайк басып, тіркеле кетіңіздер, комментарийлеріңізді де аямай жазыңыздар. Мен бір шамасына жауапта қатып отырамын. Алдағы уақытта жүздесе бергенше сау, сәлеметте болыңыздар.